Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер үй жағдайында қамырды қолдан соза алмайтын болсаңыздар, осылай дайын спагетти макароннан жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, оның үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып болған майымыздың үстіне етімізді салып, қызарғанша, суы тартылғанша қуырып аламыз. Оның үстіне сарымсақ пен пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Барлығы қуырылып болған соң 4 бұрыштап туралған сәбізімізді салып, оның үстіне соя тұздығын құйып, томатымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Жақсылап қуырып болған соң, оның үстіне 4 бұрыштап туралған картошкамызды саламыз. Қызартып қуырып болған соң, суымызды керек мөлшерінде құйып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша тағы да басқа көкөністерді қоса беруге болады. Қайнап пісуге жақын қалған кезде туралған тәтті қызыл бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрышымыз піскенше спагетти макаронымызды пісіреміз. Ол үшін ең алдымен суымызды қайнатып, ішіне тұз салып, макаронымызды піскенше пісіріп аламыз. Дайын болған спагеттидің үстіне мұздай су құямыз. Міне біздің лагманымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңырауша белгісін басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Мен сіздермен күн сайын түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Егер менің рецепттер ұнап жатса, достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.